Облыс әкімдігінде ірі инвестициялық жобаның таныстырылымы өтті. Талғар Эко-Сити деп аталатын ауқымды бастаманы Біріккен Араб Әмірліктері мен Италияның жетекші компаниялары әзірлеген. Өңір басшысы жобаның стратегиялық маңызын атап өтті. Smart City Талғар қаласы Ақтала аумағында орналасады. 180 мыңнан астам адамға арналған қалашықта мыңдаған жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Жобаны іске асыру үшін арнайы компания құрылып, үкіметке инвестициялық келісім жасау жөнінде ресми өтінім берілді. Кездесу барысында инфрақұрылым, мемлекеттік қолдау тетіктері және құрылыс кезеңдері талқыланды. Сонымен бірге Талғар Эко-Сити аумағын толықтай Талғар қаласының әкімшілік шекарасына қосу мәселесі көтерілді. Бұл қаланың жоспарлау және құрылыс процестерін жеңілдетуі тиіс. Жоба алдағы 10 жыл ішінде кезең-кезеңмен жүзеге асады. Өңір басшылығы бастаманы қолдауға дайын екенін жеткізді. I think it's a very unique proposition because this is Бұл қатардағы жоба емес, шынымен де бірегей бастама. Біз оны Қазақстанның табиғи мәдени ерекшеліктерін ескере отырып жасадық. Онда заманауи қала қалыптасады. Саябақ, мектеп, университет, тұрғын үйлер және адамға қажетті барлық инфрақұрылым болады. Жобаны 2035 жылы аяқтауды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таныстырылым сәтті өтті деп ойлаймын. Жергілікті биліктің қолдауы қуантады. Бірігіп жаңа урбанистік қала саламыз деп сенемін. Алматы облысының шаруалары мемлекеттік субсидияның кешігуіне байланысты дабыл қақты. 2021 жылы іске қосылған агробизнес бағдарлама аясында алынған несиенің 16%-ын мемлекет өтеуі тиіс еді. Алайда биыл бөлінген жоспарлы қаражат 2024 жылдың қарызын жабуға жұмсалған. Сондықтан шаруаларға тиесілі төлемдер кешіккен. Біздің нақты талабымыз осы, біздің алған кредитіміздің 16%-ын мемлекет уақытында төлеп берсін. Біз қалған немізді уақытында төлейміз. Бүкіл халықтың шоттарын, арестерден шешіп. Өңірдегі 2855 өтінім бойынша мемлекеттік субсидиялау жүйелерінде жинақталған қарыз 14 миллиард теңгеге жуықтаған. Сонымен бірге облыстағы кредиттік серіктестіктері бойынша 925 миллион теңге берешек бар. Біздің тараптарымыздан жаңағы мен айтқандай әр шаруашылықтың несін тарихын, мысалға оның өтінішін біз жеке түрінде қарастырып, оның шешім қабылдап, соған хабардар етеміз. Былай нақты барлық фермерлерге бір құжатпен реструктуризация береміз деп оны қазіргі таңда айта алмаймын. Әкімдік ауыл шаруашылығы министрлігіне қосымша қаржы бөлу жөнінде өтінімдер жолдаған хабарлады. Шаруалар егер мәселе шешілмесе өндіріс көлемі азаятынын айтты. Облыс билігі жағдайды тұрақтандыру үшін үкіметтік резервтік қорынан қаржы бөлуге өтінім жіберген. Алматы облысында ұзақ жылдар бойы жалғасып келе жатқан жер дауы бітер емес. 2013 жылы бір топ азамат ізгілік көпбалалы аналар ұйымының атын пайдаланып, алаяқтық әрекет жасайды. Олар Қаскелең мен Қосөзеннен құрылысқа жарамды жер береміз деген жалған уәдемен жүздеген адамнан ақша жинаған. Рұқсатсыз жер телімдерін сату арқылы олар $233 мың астам қаржы тапқан. Кейін бұл іс сотқа жетіп, Алмалы аудандық соты аталған тұлғаларды алаяқтық бабы бойынша кінәлі деп таниды. Бәрімізді алдап, Ботабаева Марпия, председатель, сол бізге өшеден жерімізді қазы қақ берген. Содан кейін міне 20 жыл болды. Не атқару парақ ала алмай отырмыз. Алайда сот үкімі шыққанына жылдар өтсе де 322 жәбірленушінің шығыны әлі толық өтелмеген. Айтуларынша бұл іс 20 жылдан бері нақты шешімін таппай келе жатыр. Қазір борышкерге тиесілі жерді жәбірленушілерге беру жолы қарастырылуда. Бірақ ол үшін барлық зардап шеккендер ортақ келісімге келу керек. Біз қазір бұл жерлердің тізімін қайттан анықтаймыз, пысықтаймыз. 300 адам тізімін қайттан жасаймыз. Мына Алмагүл ханым тұр. Алмагүл ханым бар, жаңағы тағы белсенділер бар. Әр апта сайын жиналыс ұйымдастырып, осы тізімді пысықтап біткеннен кейін бір сенім хатын осы ханымға немесе басқа адам өздері таңдайды. Сот орындаушы сол жерді осы кісілерге өндіріп береді. Сот орындаушысы түсіндіргендей, бұған дейін жерді жәбірленушілерге беру туралы шешім қабылданған. Алайда 8 адамның келіспеуі бұл процесті тоқтатқан. Енді жер қайта бағаланып, мәселені шешу үшін жаңа механизм ұсынылды. Қазір Қосөзен ауылындағы шаруа қожалығы мақсатында рәсімделген жер учаскесіне қатысты құжаттар қайта қаралып, оның жағдайы нақтылануда. Енді мәселенің екі ғана жолы бар. Ол осы жер учаскесін сату керек, немесе жәбірленушілер бір адамға сенімхат рәсімдеуі тиіс. Сонда мен бұл жер учаскесін қарызды өтеу ретінде соның атына өткізе аламын.
Жерді беру мәселесі түпкілікті шешілсе, заңдастыру мен инфрақұрылымға қатысты процесстер жергілікті атқарушы органдардың қатысуымен жүзеге асады. Ал жер иелеріне қашан қайтарылатыны әзірге белгісіз. Алматыда 6-шы халықаралық түркітілдес журналистер медиа форумы өтті. Биылғы шараға Қазақстанның барлық өңірінен, сондай-ақ Орта Азия елдері мен Германия, Бельгия және Нидерландыдан келген 300-ден астам журналист, медиа сарапшылар, ұстаздар, студенттер қатысты. Форум мақсаты түркі елдері арасында ортақ ақпараттық алаң қалыптастыру, кәсіби байланысты нығайту және медианың жаңа бағытын талқылау. Жас журналистер, олар тәуелсіз Қазақстанның азаматтары, осы тәуелсіздіктің пікір алуандығы, сөз бостандығы, ой еркіндігін сезініп өскен жастар. Сондықтан меніңше жастарға жетіспейтіні тек қана тәжірибе, ол өзінің уақытымен келеді. Мен жастарға сенемін, өйткені біздің түркітілдес журналистер қорының басты мақсаты да осы жас журналистерді кәсіби тұрғыда шеберлігін шыңдай отырып, әлемдік деңгейге ұмтылдыру. Форумда жасанды интеллекттің салаға тигізетін ықпалы талқыланды. Технологияны дұрыс пайдаланып, жұмыс сапасын көтеріп, жалған ақпаратты жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Алайда ақылды жүйе жұмыс процесін жеңілдеткенімен, негізгі бағытты маман жоғалтпауы тиіс дейді сарапшылар. Қазір журналистика саласында айтарлықтай кедергі бар деп айта алмаймын. Заман талабына сай өзгерістерге оң көзбен қараймын. Жұмыс барысында жасанды интеллектіні пайдаланып жүргеніміз өтірік емес. Сол мәселені ортаға саламыз. Қазақстанмен бірлесіп журналистерге арналған ортақ ақпараттық кеңістік құруды жоспарлап отырмыз. Түркітілдес медиа саласының бір бағытта болғанын қалаймыз. Форум соңында қатысушыларға сертификаттар табысталып, еңбегімен ерекшеленген журналистер марапатталды. Ұйымдастырушылар келесі басқосуды Нидерландыда өткізуді жоспарлап отыр. Мұндай кездесулер түркі елдері журналистерінің байланысын күшейтіп, ортақ құндылықты дамытуға мүмкіндік береді. Алматыда есту қабілеті қалпына келген балаларға арналған әлемнің дыбыстары халықаралық фестивалі өтті. Елімізде жыл сайын шамамен 500 кохлеарлы имплантация отасы жасалады. Есту қабілетін қалпына келтіргендердің арасында өнерге жақын, өмірге құштар балалар аз емес. Солардың бірі 14 жастағы Матвей Романовский. Ол саксофонда ойнап, әнде орындайды. Биыл оның екінші отасы жасалғанына 4 жыл толды. Болашақта стоматолог болуды мақсат еткен Матвей музыканы да қатар алып жүр. Для меня это очень большая честь. Бұл мен үшін үлкен құрмет. Барымды салып өнер көрсетуге тырысамын. Бірінші операция маған 2011 жыл жасады. Екіншісін ұзақ күттім. Дети показывают свои. Балалар өз жетістігін көрсетті. Есту қабілетінің төмендеуі диагнозы қойылса да, жақсы сөйлеп, ән айтуға, би билеуге және музыкалық аспаптарда ойнауға болатынын дәлелдеді. Конкурстық іріктеу 2 айға созылды. Фестивальге Белоруссия, Өзбекстан, Тәжікстан мен Ресейден келген балалар қатысты. Көбі халықаралық байқау жүлдегерлері. Я приехал из Санкт-Петербурга. Мен Санкт-Петербургтен келдім. Күнде ән айтып ұзақ жаттықтым. Осында жаңа достар тапқаныма қуаныштымын. Арманым биолог ғалым болу. Сахнаға шыққан дарынды балалар еңбектенудің арқасында арманның орындалатынын көрсетті. Олардың өнері тек музыкалық номер емес, өмірге деген жігердің дәлелі. Алматыда 9-құмалақтан жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты басталды. Биылғы додаға 21 мемлекеттен 180 ойыншы қатысады. Шетелдік меймандар қазақтың ұлттық ойыны ЮНЕСКО тарапынан толықтай мойындалғанын атап өтті. Әлемде 9-құмалаққа деген қызығушылық артып келеді. Ондаған елде арнайы федерациялар құрылып, жыл сайын ұлттық біріншіліктер өтеді. Ал кезекті чемпионат зияткерлік ойынның классикалық, рапид және билис форматтарында өтпек. Бұл жарыс ұлттық спортты дамытуға және халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған маңызды қадам дейді ұйымдастырушылар. Чехияда 9-құмалақ қарқынды дамып келеді. Оған әсіресе жастар қызығушылық танытады. Былтыр бізде құрылған клубта негізінен балалар мен жасөспірімдер айналысады. Алматыда өткен чемпионатқа бірінші рет келдік. Құрамында 10 ойыншы бар. Бұл чемпионат біз үшін тәжірибе алмасу алаңы.